балаларга 12 жастан баштап көрүүгө уруксат берилген фильм. Кәке, сізге шетелден 200 мың доллар түскені рас па? Мен есеп шотыма ақша түскені рас. Бірақ мен қатысым жоқ. Банкпен хабарластым, бірақ олар... Бірақ сол сәйкестік сізге ешқандай күмән келтірмейме? Сіз мұнда фин компанияның мүддесін қорғап жатқан кезде сіздің есеп шотыңызға келіп ақша түсіп жатыр. Тоқтай тұрыңыздар. Сонда не мен, фин компаниясы, тендерге ақша алғаным үшін әдейі қос деп отырсыздар ма? Онда мен сұрағым бар. Бұл жерде Теміров мырза неғып отыр? Әлде кеңес мүшесі ме? Теміров мырза тендерға берілген өтінімінің алынып тастауына алаңдап отыр. Ал сіздің есеп шотыңызға ақша түсіп жатыр. Ол менің ақшам емес. Сіздер банкпен хабарласып, анық-қанығын біліп алмайсыздар ма? Мен оларға хабарластым. Менің есеп шотыма қайдан ақша түскенін біліп бер дедім. Сіздің есеп шотыңызға түскен ақшаның Финляндияда орналасқанын біз анықтадық. Менде ондай хабар жоқ. Бірақ менің білуімше, есеп шотты қай елден болса да ашуға болады. Ол бірақ дәлел емес қой. Мырзалар, бұл қойылымды қашан көре береміз. Бәрі айдан адам емес. Тек құрметті проректор ғана қасарысып отыр. Мүмкін сіздер оны қолдап, мен алдап отырған шығарсыздар. Нартай, маған тауар дей олымыз ақшаны берші, мен Моңғолмен есептесуім керек. Иә, жігітім, басың бәлеге қалған екен. Олар қауіпті адамдар. Сені болашақты еркелетіп отырмайды. Бәрін түсіндім, тек тауарды қайтаршы. Моңғол көп сөйлемейді. Айналаға апарып тастайды, сонымен бітті. Ай, бала. Мен сені аяп отырмын. Зерек жігіт едің ба? Саған не керек өзі? Әлде мен кешірім сұрағымды қалайсың ба? Сен не? Өзіңді мықтым деп ойлайсың ба? Бизнеске өзің ие болып қалғың келді ме? Ие болсам несі бар? Біраз жағдайым жасағым келді. Не өмір бақи өстіп есірткі тасып жүреді ғой? Ересектерше қозғалғың келді ме? Ал ойна. Мықты болсаң мәселеңді өзің шешіп көр. Сен де мұрныңды шүйіре берме. Керек болса, ана шабармандармен бірге барлығын ұстап бере салам. Бір рет солай істеп ма? Ол қалай болғанын ұмытып қалдың ба? Ештеңе етпейді. Екінші рет істеймін. Ал бұл жолы мен соңына дейін барам. Нартай, мен қайта берсем қайтады? Отыр! Ұстатып берем дейсің бе? Жеке, сіз ондай асығыс шешім қабылдамаңыз. Анықтауға уәде бермедіңіздер. Менің компаниямды неге тендерден алып тастағанын айтпадыңыздар. Мен осы ойландырады. Біз оны әлі тексереміз. Тексеріңіз. Арамыздағы неше жылдан бері келе жатқан достығымыз бір-ақ сәтте үзіледі деп мен ойламап едім. Оларды уақытысында мерзімінде жеткізбеген күнім болып еді.
құрметті проректорға менің орныма құрал жабдықтар жеткізетін компаниядан бір қап ақша жіберіпті. Бұл сіздерді ойландырмай ма? Мен ойлантады. Ал серіктестікке деген арамтегіде жуып шайып оңай шаруа емес. Шәке, қорытынды жасауға асықпаңыз. Менің қорытындым мынандай. Ақыр қолдарыңыздан ештеңе келмейді екен. Онда тек прокуратураға ғана емес, бүкіл ақпарат құралдарын назарына аударуға бар күшімді саламын. Сау болыңыздар, мырзалар. Сонымен мені ұстап берем дедің бе? Кімге, полицияға ма? Оларға не деп айтасың? Менің өтінішіммен есірткі саттым дейсің бе? Бар айт. Енді не істе дейсің? Қаласаң ақша сенде қала берсін. Бірақ Моңғолдың тауарларын қайтаршы маған, а? Мен саған сенбеймін. Нартай, болмаса енді анау тауар алған адамдармен таныстырайын. Сөйтіп саған жаңа тұтынушылар тауып берем. Басқа не керек енді, а? Мен сенен көп нәрсе сұрамаймын. Мені кешірім сұрасаң болды. Енді сенен 1000 рет кешірім сұраған жоқ. Кешірім сұрағаның сол ма? Мен саған қоңырау шалғанда сен тұтқанын көтермедің. Менің бұрынғы бәсекелестермен жұмыс істедім. Мен соның бәрін көре біле тұра, сені кешірдім. Нартай, кешір, мен артық кеткен шығармын, бірақ шын айтам, Моңғолдың сенің бәсекелесің екенін білгенмін. Сен жақсылықты түсінбейтін оңбағансың. Не істеймін, Нартай, мен, а? Мүмкін бір ай тегін жұмыс істейін, тек анау Моңғолдың тауарын қайтаршы маған. Үстінен болмаса 20% беріп отырайын. Мен білмеймін басқа не істейтінді. Нартай. Сонымен менің сөзімді екетпеймін дедің ғой, ә? Онда сон дәлелде. Сен ақшаның үшін көрсетіп едің. Мынау жүгіріп барды. Ал бұл сатқындық. Сатқындарды өліммен жасау керек. Сондықтан да сен еркек екеніңді дәлелдейсің. Ал мен саған тауар мен ақшаны қайтарып берем. Тайжан Омарұлы, ал сіз бұған не дейсіз? Менің ақталып отыратын жайым жоқ, әріптестерім. 30 жыл ішінде осы академиядан бір қаламсап алып бекем. Тәке, сіз бізді дұрыс түсініңіз. Теміров мырзаның біраз сұрақтары болды. Сол кезде сізге ақшаның түскені анықталды. Мен шын айтсам, $200,000 менің есеп шотыма. Неге? Қазір түсті. Мен соған күмәнданамын. Теміров мырза өзінің мақсатына жету үшін небір құлыққа барады деп естідім. Тайжан Омарұлы, неге сіз олай дейсіз? Теміровті барлығы жақсы біледі. Ал енді оған не қажеті бар? Неге қажет екенін айтып берейін, мырзалар. Теміровтің баласы сабаққа келмеген соң мен оқудан шығарып жіберген. Әлгінде маған тиісті деген жала жапқан қызды сол Теміров жіберіп отыр. Білдей бір үлкен ұжымның басшысы, азаматтық авиация академиясының профессорына осыншама арамдық жасау не үшін қажет болды екен? Себебін айта алмаймын. Өйткені ол жеке басты мәселесі. Ал енді осының бәрі сізге біртүрлі түсініксіздеу болып естілуі мүмкін ба? Мысалы, Теміров жолдас бүкіл ақпараттық бұқара құралдарына осының бәрін жариялап жіберетін болса, жағдай қиынға түседі. Әрине, мен Фин компаниясымен алмасқан электрондық почтаны, барлық құжаттарды тап қазір дайындаймын. Осының қажетіне, оны өзіміз қолға алайық. Тәке, біз сіздің академияға сіңірген еңбегіңізді әрине бағалаймыз. Бірақ сіз өз шаруаңызбен айналысыңыз. Біз оны өзіміз тексереміз. Комиссар, біз бекерден-бекер уақыт кетіп тұрмыз. Полиция шақыру керек. Үлгермейміз. Полиция шақырсақ қазір олар қашып кетеді. Сол кезде компьютерді қайда тыққан біле алмай қаламыз. Онда бар, өзіміз қысым жасамадық па? Тоқтай тұр, әлі ерте. Несі ерте, уақыты келді. Жүр кет. Тоқтасаң,
өзің үлкен кәсіппен айналысқың келді ғой. Ал біздің бизнесте осалдар жоқ. Нартай, мұның не? Мүмкін басқа бір амалын табармыз, а? Ал дедім ғой мен саған, сен істе. Мен саған тауарымды қайтарып беремін. Әйтпесе, ештеңе де алмайсың. Сонда монголмен есептесесің. Ал монголдың қолы кіргізе қоймас. Ал егер де әтің шыдамаса, мен саған ештеңе бермеймін. Нартай. Түсіне тұр. Мүмкін басқа бір амал табамыз, а, Нартай? Тыңда, не сен істейсің, не олар саған осыны істейді. Өзіңнің ғыжық емес екенін дәлелде. Түсіне тұр. Түсіне тұр. Жетер, тоқта. Жетер. Су ішкен құтыңға түкіргенде осылай болады. Ұқтың ба? Осыны жақсылап есіңе сақтап ал. Енді көзіме көрінбей жоғал. Ал енді сен мені тыңда. Егер мені тағы лақтыратын болсаң, мен сені итше қинап өлтіремін. Нартай, тауарды бересің бе, мен кетейін. Қайдағы тауар? Менде ешқандай тауар жоқ. Ал ақша менде, ол айыппұл ретінде қалады. Сен жаңа маған уәде бердің ғой, Нартай, бұлай болмайды ғой. Маған бәрі. Мен сені соңғы рет кешірем. Ал өзіңе тиесіліні кешке келіп алып бересің. Енді екі есе көп тауарды екі есе арзан бағамен сататын боласың. Түсіндің бе? Иә. Бар жолан. Тоқта. Затыңды тыңдалып кет. Жүгірмегеніме біраз болды. Ұралатын сияқты. Босқадан босқа әуре болдық. Сәлем, апа. Кешіріңіз, апа. Жаңа ана кіріп келген жігіт дейді. Қай пәтер тұратын білесіз бе? Махмұт па? Солай шығар. 30-ші пәтерде тұрады. Не болып қалды? Сержант. Балам, сенде сөзім бар. Балам, ант етейін, мен шешеңе тиіскен жоқ. Қайта керісінше ол мені тақырға отырғызып, көзімді құртпақшы. Әке, мен сізді ең бірінші ашынаңызбен көрген кезде анам екеуіңіз бұл мәселені өздеріңіз шешетін шығарсыздар деп ойладым. Ал енді бірақ... Мен саған бәрін бүкпесіз айтайын. Менің басқа әйелім бар екенін анаң бұрыннан біледі. Анаңмен ажырасқанда келді, бірақ мен сөзімді тыңдағысы да келмеді. Менен кек алу үшін мұның бәрін саған әдейі жаздырды. Әке, өзіңіз не етіп тұрғаныңызды түсінесіз бе? Қайдағы кек? Сіз істегендерің үшін анам полицияға арыз жазып өткізбегеніне қуанбайсыз ба? Мен ештеңе істеген жоқпын деймін. Ал ол болса... Әке, ал ол болса, не ол? Кешір. Мен саған кеш айттым емес пе? Саған жартысын берейін деген. Ал бүгін оның қорғаушысы бәленбай құжат әкеліп тұр. Осының бәрін 2-ақ күнде дайындау мүмкін емес қой. Банктен, салық комитетінен алған анықтама, нотариустың арызы. Түсінесің бе, балам? Сондықтан анаң мұның бәрін басынан бастап жоспарлаған. Мені баспалдақтан әтей жіберді деп, менің акцияларымды өзіне тартып алғысы келді. Сіздің ақшаңыз да, акцияларыңыз да маған қажет емес. Мәселе сонда, саған ақша керек емес. Бірақ анаң ол... Әке, жарайды, мейлі. Анам ол қыз жайлы білетін шығар. Біле тұра сізді кешірген екен, мен де кешіруге дайынмын, әке. Тыңдашы мені. Әке, одан да сіз мені тыңдаңызшы. Сіз маған бала кезімде әйел затын сыйлау керек.
оларды құрметтеу керек деп үйрететін едіңіз. Ал енді не өзгерді? Маған басқа сабақ беріп жатырсыз ба? Жарайды, не болса да мен анам жақтамын. Егер әке тағы да анама қол көтеретін болсаңыз, мен әкем жоқ деп есептеймін. Енді полиция шақыратын уақыт келді. Шақырамыз. Бірақ қазір емес. Бірінші компьютерді қайта тыққанын біліп алайық. Қалай болатынын білесің ба? Олар компьютерді ажалдыра сатырып жіберді. Полиция олар тұтқындады дедік. Бізге компьютерді 2 күн қайтарады. Ешкім. Сондықтан полицияны шақырып ерте. Қалай ерте? Бұл полицияның жұмысы. Өз жұмыспен айналыссын. Сенің не шаруаң бар? Ұрлыққа қатысы жоқ екен білсе екен деймін. Компьютерді иелеріне қайтару керек. Сосын барып полицияға тұтқындаймыз. Сонда маған ешкім ештеңе дей алмайды. Аңсар, қазір біз қоңырау бассақ, ол есігін ашпай. Дұрыс па? Күтеміз. Есігін ашпаса, таңға дейін күтеміз ба? Шығады, қайда барады дейсің? Иә, жетімдер үйінде өскендер нашар тұрады деп ойлаушы едім. Жоқ, мұнда да ел қатарлы өмір сүруге болады екен. Енді біз де адамбыз ғой. Тек бір иіс шығады. Сіз аурухана дедіңіз ғой. Жағдайыңыз қалай жақсардыңыз ба? Сен маған не? Алаңдаған, кейіп танытқың келе ме? Әуре болма, мұнда сержан жоқ. Ал сіз мұнда не істеп жүрсіз? Қысқада нұсқа әңгіме бар, дайынсың ба? Ештеңе емес, өлмейсің. Әкем, бұл не? Жұмысыңызбен көшіп келгеніз бе еге? Кабинетінде жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Құжаттар ғой, қараусыз қалмасын деп. Саған қызық еш нәрсе жоқ бұл жерде. Айтпақшы, сен маған шетелге жіберген жүктер туралы есеп бермедің ғой. Ол қайда? Ол мен сізге апарып бермедім ғой, бөлмеңізге. Сіз өзіңіз байқамай шығарсыз. Қалай байқамай қаламын? Саған сенім жоқ. Әке, менің қолымнан бәрі келеді. Сіз ғой маған сенбейтін. Мен хатшы болғым келмейді, маған кеңседегілердің бәрі күліп жүр. Қолынан басқа түк келмейді деп. Онда дәлелде? Онда маған басқа қызмет беріңіз. Өзім шешім қабылдай аладым. Шешім? Сен өз өміріңде де дұрыс шешім қабылдай алмай жүрсің. Сенің орныңа басты кетіп Назеркені қойғаның дұрыс. Немесе Едігені. Менімен не жайлы сөйлескіңіз келеді? Рахмет айтқым келеді. Не үшін? Ең бастысы ұлыма қамқор болды. Сержанға қамқор болған үшін дейсіз бе? Ай, қызым-ай, сен білдің ғой менің ұлымен болашағың жоқ екенін. Сол үшін алғыс білдіргім келеді. Сен салонда қызмет істей бер. Ол саған берілген үлкен мүмкіндік. Осыған да риза боларсың. Мен түсінбедім. Түсінбейтін ештемесі жоқ. Екеміздің арамыздағы келісім шарт осымен бітті. Сержаннан аулақ жүр. Сіз Едігені басшы етіп тағайындайын деп жатырсыз ба? Бұның әзіл балар екен. Несі бар? Өте жауапты, ақылды бала. Сіз неге мені қорлай бересіз? Мен сіздің ұлыңыз хатшымын. Ал қайдағы бір Едігені басшы етіп тағайындайын деп жатырсыз. Жетпеген сол еді. Қойсам қоям. Кеттік кеңсеге. Сіз бара беріңіз әкембеге, су ішіп алайын, қуып жетемін. Бол, тез. Қарындасым, көмектесші маған. Тағы не керек? Мына құжаттарды есеп шөттер бумасының арасына саласашы. Мына қорапты да бірге аласашы. Өзіңе керек болса, өзің сал. Көмектесші маған. Бұл мынау шетелге жіберілетін жүктердің есеп шоты. Бәле болды ғой. Ұйықтап қалғаны сама өзі. Мүмкін алдап шығарамыз. Қалай? Білмеймін. Біз көршіміз боламыз. Үйіңізден су шығып жатыр деп. Есіктің көзінен көріп қоятын. Сенбейді бізге.
Тоғжан ба? Жоқ, Назерке ба. Өріңізге СМС хат жібергенімізге бір-екі күн болып қалды. Сен оны жақтырмайтын едің ғой. Жоқ, сырттай салқын көрінеді, бірақ ішкі дүниесі жалпы мейірімді қыз. Осы сенің таяқ жегенің, сол мейірімділік арқасы шығар. Неге? Оның ешқандай қателігі жоқ. Онда мақұлықтар өздері тиісті. Басыңды қатерге тігейін деп жүрсің сен. Тоғжан біліп қойса, қиын болады. Ештеңе болмайды. Сен ше, профессордың қызымен кездесіп жүрсің бе? Не айтып отырсың? Ешкіммен кездесіп жүрген жоқ. Неге? Өте жақсы қыз. Сымбатты, мен оны бардан көргем. Көргенге тамсанып күрсініп жүрген дұрыс емес деп ойлаймын. Сендер өмірінде бірге болмайсыңдар. Ешкімге тамсанып күрсінгенім жоқ. Қош енді. Қолыңды тарт! Малғын! Әйтпесе полиция шақырам! Шақыр, бізде шақырайын деп отырмыз. Компьютерді қайта тырып қойын. Ағай! Мынаусы нес? Мен бір жетіп ой оған СМС хабарлама жазып жүрмін. Ол маған не жауап қатпайды, немесе мынандай мәнсіз смайликтер жібереді маған. Бір ай бойы өзі соңымнан не секілді жүгіріп жүреді. Енді өзінше қол тимейтін адам болып қапты, менен қашқалақтап. Сен немене өліп қалдың ба? Әлде тіліңді жұтып қойдың ба? Саған біреу келді ма? Маған Сержанның анасы келді. Арамыздағы келісім шарт бітті. Енді баламмен қарым-қатынасымды үз дейді. Мен не істеймін? Мен Сержанды сүйем ғой. Біріншіден олай уайымдама, екіншіден кім ол соншалықты? Түсінесің бе? Ол менің жетім екенімді, жатақханада тұратын біледі. Бәрін Сержанға айтып беремін деп айтты. Жай әншейін айта салған шығар, сені қорқытып тексеру үшін. Тексеретін түгі жоқ. Тіпті Алматыдан кетуіме ақша берді. Рас па? Қанша? Көрсетші. Сен есің дұрыс па? Мен ақшаны алған жоқпын. Түсінікті. Сен шынымен де оны соншалықты жақсы көресің бе? Жарайды. Мен не істеу керек екенін білем. Мен қазір айғайлайын. Айғайлай. Не үшін келгенімізді және есірткіге ақшаны қайдан табатынды көршілерің білсін. Компьютерді қайда тықтың? Айт. Қыздар, қош. Мен полиция шақырам. Алло, полиция? Жақсы енді. Жақсы болды. Полицияның қажеті жоқ. Қайда тыққаныңды айтсаң, полицияға хабарласпаймыз. Болшы айтшы. Мынау бізді мазақтап тұр ғой. Қайдағы компьютер? Кәдімгі. Сен өткен түні компьютердің көп тұтанып кеттің. Сол кезде сені түсіріп алды. Ақымақ, сен байқамадың оны да. Компьютерді қайда тықтың? Ештеңе білмеймін. Компьютерді қайда тықтың? Айт. Жарайды. Айтам. Айтсайшы еді бұл. Маған біраз бой сергіту қажет болды. Ал мына жақын жерде алып сатар біреу бар. Қайдағы алып сатар? Есім білмеймін. Жас. Бұл жерге жақында ғана келген. Әлі компьютерлер сатпаған сақты, әлі үйінде тұр. Сендер домофонға звондаған ма? Иә, өздерің де бәрін біледі екенсіңдер ғой. Нешінші пәтер? Немене ұстап жүрсіңдер? Нешінші пәтер? 10-шы. Екінші қабаттан оңға қарай қызыл қоңыр есік. Ой. Едіге Саттаровқа берілген анықтама. Асырап алу туралы өтініш. Сен неғып әкеңнің қағаздарын ақтарып жатырсың, қызым? Жоқ, мен ақтарып жатқан жоқпын.
Кабинетке апара жатқам, шашып алдым. Онда не бар өзі? Есеп қисаптар, жобалар. Жарайды. Тиіспе. Әкең өз ретте болады, әйтпесе шатастырып жібересің. Жоқ, тиісіп жатқан жоқпын. Әкең өз реттейді деймін. Маған одан да ас үйде көмектесші, жүре ғой. Иә, қазір мыналарды жинай салайын, келем. Иә, тез кел. Мә, хабарлас. Жазира Сәбитқызына ма? Қайдағы Жазира, Сержанға хабарлас деймін. Тезірек әрекет ету керек. Жоқ. Мен деп айтам оған. Мен жеттіммін, бай отбасына келін болғым келді деп айтам ба? Соңғы сөзің артық әрине. Мен оның саған қандай көзбен қарағанын көрдім ғой. Ол саған ессіз ғашық. Кешірет сені, қайда барады дейсің? Сен оны нашар біледі екенсің. Әкесі анасын алдаған кезде ол тіпті әкесімен сөйлеспей қойды. Анасының мен туралы не айтқанын да білмеймін. Ата-ананы ешкім таңдап ала алмайды ғой. Ал сені ол шынымен де жақсы көреді. Ана ел сөйлесіп қоймай тұрғанда хабарлас. Көркем. Жауап бермейді. Бұл жақсы емес әрине. Болды ма? Енді полиция хабарласатын уақыт келген шығар. Жоқ. Әлгі алып сатардың кім екенін біліп қайтайық, бәлкім өзіміздің күшіміз жетіп қалар. Аңсар, тыңдашы мені. Қаһарман сымақ болып жүргеніміз жақсылыққа келмейді. Қандай былыққа кіргелі отырғанын сен өзің түсініп тұрсың ба? Олар есірткі сатушылар. Оларда тіпті тапанша болуы мүмкін. Өзіміздің шамамыз жетпейді. Полиция хабарлас. Мә? Назерке? Өтінем, үйге кел, бұл маңызды. Бауырым, Назеркеге бір жағдай болған сияқты. Барып келім керек. Мұның не қайдаған Назерке? Түсінші, хат жазғаны тегін емес. Барам да келем. Назерке маңыздырақ қой. Қойшы енді, сен мен мынау Нашақорғада аңдып жүргенімізден бір тәуліктен асты. Назерке барып келім керек. Түсінші. Аңсан! Не? Бұл жерге жалғыз барма жарай ма? Жалғыз бармайым деп уәде бер, бауырым. Уәде берем. Көркем, тоқташы. Шошытып жібердің ғой, саған не керек? Келші, саған ететін бір маңызды шаруам бар. Менімен бірге жүрші Талдықорғанға. Немене? Маған біраз уақытқа жасырына тұру керек. Ал ендеше жолың болсын. Сенімен жасырмақ ойнайтын мен уақытымда ниетімде жоқ, түсіндің бе? Көркем, біраз уақыт болуымызды қайтадан қайтып келеміз осында. Сен не етіп тұрған өзің түсінесің бе? Әрине түсінем, Көркем. Сенің менімен бірге болғанды қалаймын. Сен білесің ғой мен сені ұнататын, Көркем. Беркін мен саған айтарымды айтқам. Не деп айтқансың? Не деп? Әлгі Нашақор Сержаның бар деп пе? Немене? Көркем. Сен ештеңе білмейтін едіңіз, білесің ғой, Сержанның көңіл-күй аяқ асты өзгеретін, қол қалшылдайтын. Және де оған кім есірткі сатады, мен білем. Оның бәрі уақытша. Түсіндің бе? Сен өтірік айтасың. Өтірік емес, шындық бұл. Сержан сен Нашақор. Сен не деген оңбаған адам едің? Мен сенімен ешқайда да бармаймын. Енді мүлдем сенімен сөйлеспеймін де, түсіндің бе? Көркем, көзіңді аш. Сержан, қалайсың? Бүгін екеуміз кездесейік. Жарай ма? Не болып қалды? Сен бір жазған кезде мен уайымдайтын болдың ғой? Ештеңе болған жоқ маған. Бұл негізінен саған қатысты нәрсе. Түсінбедім қалай сонда.
Анам көршінің үйіне кеткен секілді. Ол қайтып келгенше қарап алшы. Бұл не? Білмеймін, бұл сені асырап алу туралы ма? Аса хабарым жоқ. Мүмкін саған қызық болады, немесе құжаттар керек бола ма деп ойлағам ғой. Асырап алу туралы? Тоқта, Назерке, сен бір нәрсені шатастырып тұрсың. Мені ешкім асырап алмаған. Үш отбасы болған, бірақ үшеуі де бас тартты. Ұнамаған шығар. Енді оқып көрсеңші сен. Арыстановтардың отбасынан асырап алу туралы өтініш. Бұлар кімдер? Мұстафиндердің отбасынан асырап алу туралы өтініш. Қара, оларға біреу $15,000 төлеген. Жаман емес. Тоқтай тұр. Сонда менен бас тарту үшін $15,000 төлеген бе? Айттың ба? Я төменге түссін деп айттым. Жарайсың. Осақ па? Жете ма? Рахмет. Әкел. Не енді? Әкелсе болды. Сыпа қазір берем. Сене созып тұрсың, бос десің. Ашық қош еді, қазір берем дедім. Тек тауып алайын. Мен өзімен бірге алдым да. Сайтан алғыр. Сене мен мазақ қып тұрсың ба? Жоқ, қайдағы мазақ қып тұрған? Айтып тұрмын, татпай тұрмын. Қайда кетті? Әлде саған тағы да ақша керек пе? Мә, ал. О, міне. Әзір. О, мінекей табылды. Жақсы, хабарласамыз. Сержан. Жақсы. Көркем? Жолтай ағамен сөйлесіп, бәрін ақтауым керек. Есің дұрыс па? Оның не? Оған не деп айтасың? Менің құжаттарды дұрылап, саған әкелгенімді айтасың ба? Жоқ, болмайды. Әкемсіз шешуіміз керек. Қалай сонда? Назерке, бұл менің өмірім. Мен бәрін білуге тиіспін. Арыстановтар, Мұстафиндер менен бас тартты. Сосын қалай еді? Улановтар да. Оларға да менен бас тарту үшін біреу ақша төлеген шығар. Неге сонша ашуланасың? Осылай қабылдарын білгенде мен саған ештеңе көрсетпес едім. Жоқ, сен енді менің орында болсаң, сен не істер едің? Біз балалар үйінде жүргенімізде өз отбасымыз, осындай үйіміз болса деп қалай армандағанымызды білсең ғой. Басқа балаларды асыраған кезде қалай қызға қарағанымызды сен білесің бе? Ал мен 3 рет отбасылы болған мүмкіндігім болған. Бірақ оған біреу кедергі жасаған. Енді ақша беру, ол кімге керек болды сонда? Білмеймін. Бірақ осы құжаттар сенің әкеңде болса, демек ол бір нәрсені білетін шығар. Бірақ маған неге айтпаған, айтшы соны. Мүмкін құжаттарды жинастырып, зерттеу жүргізген шығар. Зерттеу жүргізді деп үміттенемін. Едіге, тоқташ, әкемен сөйлеспей ақ қой. Назерке, түсінші, мен сені ұстап бермеп тұрған жоқ. Мен бәрін анықтағым келеді. Сондықтан мен бұл құжаттарды өзіме алып кетемін. Едіге, тоқта! Үстіңе үй киімін киіп алғансың ба? Сен мұнда не істеп жүрсің? Тоқтай тұршы, мен саған қазір бәрін түсіндірем. Сержан саған сонда көркем мына жерде тұратын айтпаған ба? Сен осы жерде тұрасың ба не? Иә. Қай сонда? Жастар, е? Бұл не тақ? Бұл жетімдер үйінің түлектері тұратын жер, жатақхана. Түсінбедім. Түсінбейтін несі бар, мен осында тұрамын. Сонда қалай? Солай. Яғни Төлебаевадағы үй барлығы ертегі болғаны ғой? Жоқ, Сержан, мен саған басынан айтқым келген. Бірақ айтуға қорықтым. Төлебаевтағы пәтер менікі емес. Профессордың қызы емеспін. Сержан, мен жетіммін. Ал саған
өтірік айтайын деген жоқпын. Бірақ Тоқта. Қайданмын дейсің? Тараздан. Бірақ ол маңызды емес. Маңызды емес? Ең маңыздысы, сен маған керексің. Маңыздысы ол емес. Иә, ол маңызды емес. Тек кішкентай бала ұқсап, алдап соққаның болмаса. Сержан, мен сені алдаған жоқпын. Тек сенен айырылып қалам ба деп қорықтым. Қорықтың ба? Әрине қорқасың. Саған тұрмысқа шығу керек қой. Болмаса, жүкті болу керек. Солай ма? О не деген? Маған сен ештеңе керек емес. Сержан, маған сен керексің. Мен керек. Шын айттым, иә? Әрине керекпін. Түсінікті бер. Сержан. Жақсы. Сонымен қай пәннен 4? Не шынықтырудан. Ауыр пәннен 5, жеңіл пәннен 4. Туыр алмаған әкесі. Тайжан, бірдеңе болды ма? Бүгін ерте келді ғой. Айнагүл, өтінем, шай әзірлеш. Не болды? Жағдайың нашар ма? Мені қорқытпаш, жүрегің бе әлде аяруға бірдеңе болды ма? Жоқ, бәрі дұрыс, бәрі аман сау. Тек Әсел, бар бөлмеге сабағыңды оқы. Бар енді дейін, бар. Не болды? Қымбаттым. Өң бозарып кетіп тұр ғой, көріп тұрмын. Айнагүл, мені бүгін академиядан жұмыстан шығарып жіберді. Әлгі ақмақ үшін сонша түңілудің қажеті жоқ. Сен қалай түсінбейсің, бәрібір де араларында ештеңе болмас еді. Оның қандай көрсе қызар екен әлі күнге көзің жеткен жоқ па, Көркем? Ол сені жатақханада тұрғаның үшін ғана тастап кетті. Мұны жасауға қалай дәтің бар? Мен саған не істеп қойдым? Көркем, сен қалай түсінбейсің, Бүгін бе ертең бол бәрібір шындық білетін еді. Бұның қандай айырмашылығы бар, Менің өміріме араласуға кім саған рұқсат берді? Ақмақ-ау, ол бәрібір сені тастап кететін еді. Түсінесің бе? Оған сен емес, оған дәулетті қыз керек. Ал сен маған қандай болмасаң да, қайда жұмыс істесең де бәрібір керексің. Түсінесің бе? Көркем, жүр менімен бірге Талдықорғанға. Менде азын-аулақ жиған ақша бар, екеуміз бастапқыда пәтер жалдап тұрамыз. Кейін бәріміз де жақсы болады. Көркем, естисің бе? Сен иә десең болды. Мен сен үшін бәріне дайынмын. Алақандай аялап ұстаймын сені, Көркем. Көркем, естисің бе мені? Көркем, жүрші. Беркін, сені есіңе тосқын ба? Мен ешқашан ешқайда бармаймын, естисің бе? Ешқашан! Мен сені жек көрем. Сомен? Бәрін анықтадым. Үйім, пәтерім, бәрін білем. Бұрын анықтасам болмас бет? Мә, мекен жайды? Мұнда жазып қой. Есігі темір ме? Жоқ, кәдімгі есік қой. Артынан жүріп отырдың ба? Иә, оның үйіне кіруді түк емес екен. Тіпті есігін кодын біліп алды. Бәрі мұнда жазып қой. Ол енді тұрып ете алмайды, Оған енді қиын болады. Біліп қой. Осы, бүгін жақсы жұмыс істедің. Мен сені кешірем. Ертеңнен бастап жұмысқа келсең болады. Рахмет. Алло, бұл полиция бөлімшесі ме екен? Саламатсыздар ма? Жастар үйіндегі комендант есірткі сатумен айналысады. Аты Нартай Түренұлы. Ақпарат тексерілген. Бірақ анау бөлімше милиционерін жіберудің қажеті жоқ, екеуінің ымжымы бір. Бауырым, Зеркеге бір жағдай болған сияқты. Барып келу керек. Мұның не қайдағына Зерке? Түсінші, хат жазғаны тегін емес. Барам да келем.
Назерке маңыздырақ қой. Қойшы енді. Сен мен мынау Нашақорғада аңдып жүргенімізден бір тәуліктен асты. Назерке барып көруім керек. Түсінші. Асан. Не? Бұл жерге жалғыз барма жарай ма? Жалғыз бармайым деп уәде бер, бауырым. Уәде берем. Көркем, тоқташы. Шошытып жібердің ғой, саған не керек? Келші, саған ететін бір маңызды шаруам бар. Менімен бірге жүрші Талдықорғанға. Немене? Маған біраз уақытқа жасырына тұру керек. Ал ендеше жолың болсын. Сенімен жасырмақ ойнайтын мен уақытымда ниетімде жоқ, түсіндің бе? Көркем, біраз уақыт болуымызды қайтадан қайтып келеміз осында. Сен не етіп тұрған өзің түсінесің бе? Әрине түсінем, Көркем. Сенің менімен бірге болғанды қалаймын. Сен білесің ғой мен сені ататын, Көркем. Беркін мен саған айтарымды айтқам. Не деп айтқансың? Не деп? Нашақор Сержаның бар деп пе? Немене? Көркем. Сен ештеңе білмейтін едің, білесің ғой, Сержанның көңіл-күйі аяқ асты өзгеретін, қол қалшылдайтын. Және де оған кім есек сатады, мен білем. Оның бәрі уақытша. Түсіндің бе? Сен өтірік айтасың. Өтірік емес, шындық бұл. Сержан сен Нашақор. Сен не деген оңбаған адам едің? Мен сенімен ешқайда да бармаймын. Енді мүлдем сенімен сөйлеспеймін де, түсіндің бе? Көркем, көзіңді аш. Сержан, қалайсың? Бүгін екеуміз кездесейік. Жарай ма? Не болып қалды? Сен бір жазған кезде мен уайымдайтын болдың ғой? Ештеңе болған жоқ маған. Бұл негізінен саған қатысты нәрсе. Түсінбедім қалай сонда. Анам көршінің үйіне кеткен секілді. Ол қайтып келгенше қарап алшы. Бұл не? Білмеймін, бұл сені асырап алу туралы ма? Аса хабарым жоқ. Мүмкін саған қызық болады, немесе құжаттар керек бола ма деп ойлағам ғой. Асырап алу туралы? Тоқта, Назерке, сен бір нәрсені шатастырып тұрсың. Мені ешкім асыра алмаған. 3 отбасы болған, бірақ 3-еуі де бас тартты. Ұнамаған шығар. Енді оқып көрсеңші сен. Арыстановтардың отбасынан асырап алу туралы өтініш. Бұлар кімдер? Мұстафиндердің отбасынан асырап алу туралы өтініш. Қара, оларға біреу $15,000 төлеген. Жаман емес. Тоқтай тұр. Сонда менен бас тарту үшін $15,000 төлеген бе? Айттың ба? Иә, төменге түссін деп айттым. Жарайсың. Осақ па? Жете ма? Рахмет. Әкел. Не енді? Әкелсе болтыз. Асықпай қазір берем. Сен не созып тұрсың, бош десің. Ашықпашы енді қазір берем дедім. Тек тауып алайын. Мен өзімен бірге алдым да. Сайтан алғыр. Сен не, мен мазақ қып тұрсың ба? Жоқ, қайдағы мазақ қып тұрған? Айтып тұрмын, татпай тұрмын. Қайда кетті, а? Әлде саған тағы да ақша керек пе? Мә, ал. О, міне? Әзір. О, мінекей табылды. Жақсы, хабарласамыз. Сержан. Жақсы. Көркем? Жолтай ағамен сөйлесіп, бәрін ақтауым керек. Есің дұрыс па? Оның не? Оған не деп айтасың? Менің құжаттарды дұрылап саған әкелгенімді айтасың ба? Жоқ, болмайды. Әкемсіз шешуіміз керек. Қалай сонда? Назерке, бұл менің өмірім.
Мен бәрін білуге тиіспін. Арыстановтар, Мұстафиндер менен бас тартты. Сосын қалай еді? Улановтар да. Оларға да менен бас тарту үшін біреу ақша төлеген шығар. Неге сонша ашуланасың? Осылай қабылдарын білгенде мен саған ештеңе көрсетпес едім. Жоқ, сен енді менің орында болсаң, сен не істер едің? Біз балалар үйінде жүргенімізде өз отбасымыз, осындай үйіміз болса деп қалай армандағанымыз білсең ғой. Басқа балаларды асыраған кезде қалай қызға қарағанымыз сен білесің бе? Ал мен үш рет отбасылы болған мүмкіндігім болған. Бірақ оған біреу кедергі жасаған. Енді ақша беру, ол кімге керек болды сонда? Білмеймін. Бірақ осы құжаттар сенің әкеңде болса, демек ол бір нәрсені білетін шығар. Бірақ маған неге айтпаған, айтшы соны. Мүмкін құжаттарды жинастырып, зерттеу жүргізген шығар. Зерттеу жүргізді деп үміттенемін. Едіге, тоқташ, әкемен сөйлеспей-ақ қой. Әзірге түсінші, мен сені ұстап бермеп тұрған жоқ. Мен бәрін анықтағым келеді. Сондықтан мен бұл құжаттарды өзіме алып кетемін. Едіге, тоқта! Үстіңе үй киімін киіп алғансың ба? Сен мұнда не істеп жүрсің? Тоқтай тұршы, мен саған қазір бәрін түсіндірем. Сержан саған сонда көркем мына жерде тұратын айтпаған ба? Сен осы жерде тұрасың ба не? Иә. Қай сонда? Жастар, е? Бұл не тақ? Бұл жетімдер үйінің түлектері тұратын жер, жатақхана. Түсінбедім. Түсінбейтін несі бар? Бұнда сон дәлелде. Сен ақшаның үшін көрсетіп едің. Мынау жүгіріп барды. Ал бұл сатқындық. Сатқындарды өліммен жасау керек. Сондықтан да сен еркек екеніңді дәлелдейсің. Ал мен саған тауармен ақшаны қайтарып берем. Тайжан Омарұлы, ал сіз бұған не дейсіз? Менің ақталып отыратын жайым жоқ, әріптестерім. 30 жыл ішінде осы академиядан бір қаламсап алып бекем. Тәке, сіз бізді дұрыс түсініңіз. Теміров мырзаның біраз сұрақтары болды. Сол кезде сізге ақшаның түскені анықталды. Мен шын айтсам, $200,000 менің есеп шотыма. Неге? Қазір түсті. Мен соған күмәнданамын. Теміров мырза өзінің мақсатына жету үшін небір қулыққа барады деп естідім. Тайжан Омарұлы, неге сіз олай дейсіз? Теміровті барлығы жақсы біледі. Ал енді оған не қажеті бар? Неге қажет екенін айтып берейін, мырзалар. Теміровтің баласы сабаққа келмеген соң мен оқудан шығарып жіберген. Әлгінде маған тиісті деген жала жапқан қызды сол Теміров жіберіп отыр. Білдей бір үлкен ұжымның басшысы, азаматтық авиация академиясының профессорына осыншама арамдық жасау не үшін қажет болды екен? Себебін айта алмаймын. Өйткені ол жеке басты мәселесі. Ал енді осының бәрі сізге біртүрлі түсініксіздеу болып естілуі мүмкін ба? Мысалы, Теміров жолдас бүкіл ақпараттық бұқара құралдарына осының бәрін жариялап жіберетін болса, жағдай қиынға түседі. Әрине, мен Фин компаниясымен алмасқан электрондық почтаны, барлық құжаттарды тап қазір дайындаймын. Осының қажетіне, оны өзіміз қолға алайық. Тәке, біз сіздің академияға сіңірген еңбегіңізді әрине бағалаймыз. Бірақ сіз өз шаруаңызбен айналысыңыз. Біз оны өзіміз тексереміз. Комиссар, біз бекерден бекер уақыт кетіп тұрмыз. Полиция шақыру керек. Үлгермейміз. Полиция шақырсақ қазір олар қашып кетеді. Сол кезде компьютерді қайда тыққан біле алмай қаламыз. Онда бар, өзіміз қысым жасамадық па? Тоқтай тұр, әлі ерте. Несі ерте? Уақыты келді. Жүр кет. Тоқтасаң,
Алып шақты қолыңа. Өзің үлкен кәсіппен айналысқың келді ғой. Ал біздің бизнесте осалдар жоқ. Нартай, мұның не? Мүмкін басқа бір амалын табармыз, а? Ал дедім ғой мен саған, сен істе. Мен саған тауарымды атап беремін. Әйтпесе, ештеңе де алмайсың. Сонда моңғолмен есептесесің. Ал моңғолдың қолы кіргізе қоймас. Ал егер де әтің шыдамаса, мен саған ештеңе бермеймін. Нартай. Түсіне тұр. Мүмкін басқа бір амалын табамыз, а, Нартай? Тыңда, не сен істейсің, не олар саған осыны істейді. Өзіңнің выжық емес екенін дәлелде. Түсіне тұр. Түсіне тұр. Жетер, тоқта. Жетер. Су ішкен құдығыңа түкіргенде осылай болады. Ұқтың ба? Осыны жақсылап есіңе сақтап ал. Енді көзіме көрінбей жоғал. Ал енді сен мені тыңда. Егер мені тағы лақтыратын болсаң, мен сені итше қинап өлтіремін. Нартай, тауарды бересің бе, мен кетейін. Қайдағы тауар? Менде ешқандай тауар жоқ. Ал ақша менде ол айыппұл ретінде қалады. Сен жаңа маған уәде бердің ғой, Нартай, бұлай болмайды ғой. Маған бәрі. Мен сені соңғы рет кешірем. Ал өзіңе тиесіліні кешке келіп алып бересің. Енді 2 есе көп тауарды 2 есе арзан бағамен сататын боласың. Түсіндің бе? Иә. Бар жоғал. Тоқта. Затыңды тыңдалып кет. Жүгірмегеніме біраз болды. Жаралатын сияқты. Босқадан босқа әуре болдық. Сәлес апа. Кешіріңіз апа. Жаңа ана кіріп келген жігіт дейді. Қай пәтер тұратын білесіз бе? Махмұт па? Солай шығар. 30-шы пәтерде тұрады. Не болып қалды? Сержант. Балам, сенде сөзім бар. Балам, ант етейін, мен шешеңе тиіскен жоқ. Қайта керісінше ол мені тақырға отырғызып, көзімді құртпақшы. Әке, мен сізді ең бірінші ашынаңызбен көрген кезде анам екеуіңіз бұл мәселені өздеріңіз шешетін шығарсыздар деп ойладым. Ал енді бірақ... Мен саған бәрін бүкпесіз айтайын. Менің басқа әйелім бар екенін анаң бұрыннан біледі. Анаңмен ажырасқанда келді, бірақ мен сөзімді тыңдағысы да келмеді. Менен кек алу үшін бұның бәрін саған әдейі жаздырды. Әке, өзіңіз не етіп тұрғаныңызды түсінесіз бе? Қайдағы кек? Сіз істегендерің үшін анам полицияға арыз жазып өткізбегенде қуанбайсыз ба? Мен ештеңе істеген жоқпын деймін. Ал ол болса... Әке, ал ол болса, не ол? Кешір. Мен саған кеш айттым емес пе? Саған жартысын берейін деген. Ал бүгін оның қорғаушысы бәленбай құжат әкеліп тұр. Осының бәрін 2-ақ күнде дайындау мүмкін емес қой. Банктен, салық комитетінен алған анықтама, нотариустың арызы. Түсінесің бе, балам? Сондықтан анаң мұның бәрін басынан бастап жоспарлаған. Мені баспалдақтан әтей теріс жіберді деп, менің акцияларымды өзіне тартып алғысы келді. Сіздің ақшаңыз да, акцияларыңыз да маған қажет емес. Мәселе сонда, саған ақша керек емес. Бірақ анаң ол... Әке, жарайды, мейлі. Анам ол қыз жайлы білетін шығар. Біле тұра сізді кешірген екен, мен де кешіруге дайынмын, әке. Тыңдашы мені. Әке, одан да сіз мені тыңдаңызшы. Сіз маған бала кезімде әйел затын сыйлау керек.
оларды құрметтеу керек деп үйрететін едіңіз. Ал енді не өзгерді? Маған басқа сабақ беріп жатырсыз ба? Жарайды, не болса да мен анам жақтамын. Егер әке тағы да анама қол көтеретін болсаңыз, мен әкем жоқ деп есептеймін. Енді полиция шақыратын уақыт келді. Шақырамыз. Бірақ қазір емес. Бірінші компьютерді қайта тыққанын біліп алайық. Қалай болатынын білесің бе? Олар компьютерді ажандыра сатырып жіберді. Полиция оларды тұтқындады дедік. Бізге компьютерді 2 күн қайтарады. Ешкім. Сондықтан полицияны шақырып ерте. Қалай ерте? Бұл полицияның жұмысы. Өз жұмыспен айналыссын. Сенің не шаруаң бар? Ұрлыққа қатысы жоқ екен білсе екен деймін. Компьютерді иелеріне қайтару керек. Сосын барып полицияға тұтқындаймыз. Сонда маған ешкім ештеңе дей алмайды. Аңсар, қазір біз қоңырау бассақ, ол есігін ашпайды. Дұрыс па? Күтеміз. Есігін ашпаса, таңға дейін күтеміз ба? Шығады, қайда барады дейсің? Иә, жетімдер үйінде өскендер нашар тұрады деп ойлаушы едім. Жоқ, мұнда да ел қатарлы өмір сүруге болады екен. Енді біз де адамбыз ғой. Тек бір иіс шығады. Сіз аурухана дедіңіз ғой. Жағдайыңыз қалай жақсардыңыз ба? Сен маған не? Алаңдаған, кейіп танытқың келе ме? Әуре болма, мұнда сержант жоқ. Ал сіз мұнда не істеп жүрсіз? Қысқада нұсқа әңгіме бар, дайынсың ба? Ештеңе емес, өлмейсің. Әкем, бұл не? Жұмысыңызбен көшіп келгенсіз бе еге? Кабинетімде жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Құжаттар ғой, қараусыз қалмасын деп. Саған қызық еш нәрсе жоқ бұл жерде. Айтпақшы, сен маған шетелге жіберген жүктер туралы есеп бермедің ғой. Ол қайда? Бұл... Мен сізге апарып бермедім ғой, бөлмеңізге. Сіз өзіңіз байқамайған шығарсыз. Қалай байқамай қаламын? Саған сенің жоқ. Әке, менің қолымнан бәрі келеді. Сіз ғой маған сенбейтін. Мен хатшы болғым келмейді, маған кеңседегілердің бәрі күліп жүр. Қолынан басқа түк келмейді деп. Онда дәлелде? Онда маған басқа қызмет беріңіз. Өзім шешім қабылдай аладым. Шешім? Сен өз өміріңде де дұрыс шешім қабылдай алмай жүрсің. Сенің орныңа басты кетіп Назеркені қойғаның дұрыс. Немесе Едігені. Менімен не жайлы сөйлескіңіз келеді? Рахмет айтқым келеді. Не үшін? Ең бастысы ұлыма қамқор болды. Сержанға қамқор болған үшін дейсіз бе? Ай, қызым-ай, сен білдің ғой менің ұлымен болашағың жоқ екенін. Сол үшін алғыс білдіргім келеді. Сен салонда қызмет істей бер. Ол саған берілген үлкен мүмкіндік. Осыған да риза боларсың. Мен түсінбедім. Түсінбейтін ештемесі жоқ. Екеуміздің арамыздағы келісім шарт осымен бітті. Сержаннан аулақ жүр. Сіз Едігені басшы етіп тағайындайын деп жатырсыз ба? Бұның сен әзіл балар екен. Несі бар? Өте жауапты, ақылды бала. Сіз неге мені қорлай бересіз? Мен сіздің ұлыңыз хатшымын. Ал қайдағы бір Едігені басшы етіп тағайындайын деп жатырсыз. Жетпеген сол еді. Қойсам қоям. Кеттік кеңсеге. Сіз бара беріңіз әкемге, су ішіп алайын, қуып жетемін. Бол, тез. Қарындасым, көмектесші маған. Тағы не керек? Мына құжаттарды есеп-шоттар бумасының арасына саласашы. Мына қорапты да бірге аласашы. Өзіңе керек болса, өзің сал. Көмектесші маған. Бұл... Мынау шетелге жіберілетін жүктердің есеп-шоты. Бәле болды ғой. Ұйықтап қалғаны сама өзі. Мүмкін алдап шығарамыз. Қалай? Білмеймін. Біз көршіміз боламыз. Үйіңізден су шығып жатыр деп. Есіктің көзінен көріп қоятын. Сенбейді бізге.
Тоғжан ба? Жоқ, Назерке бар. Өзіңізге СМС хат жібергенімізге 1-2 күн болып қалды. Сенің жақтырмайтын едің ғой. Жоқ, сырттай салқын көрінеді, бірақ ішкі дүниесі жалпы мейірімді қыз. Осы сенің таяқ жегенің, сол мейірімділік арқасы шығар. Неге? Оның ешқандай қателігі жоқ. Оны мақұлықтар өздері тиісті. Басыңды қатерге тігейін деп жүрсің сен. Тоғжан біліп қойса, қиын болады. Балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм. Кәке, сізге шетелден 200 мың доллар түскені рас па? Мен есеп шотыма ақша түскені рас. Бірақ мен қатысым жоқ. Банкпен хабарластым, бірақ олар... Бірақ сол сәйкестік сізге ешқандай күмән келтірмеймін. Сіз мұнда фин компанияның мүддесін қорғап жатқан кезде сіздің есеп шотыңызға келіп ақша түсіп жатыр. Тоқтай тұрыңыздар. Сонда не мен, фин компаниясы, тендерге ақша алғаным үшін әдейі қос деп отырсыздар ма? Онда мен сұрағым бар. Бұл жерде Теміров мырза неғып отыр? Әлде кеңес мүшесі ме? Теміров мырза тендерға берілген өтінімінің алынып тастауына алаңдап отыр. Ал сіздің есеп шотыңызға ақша түсіп жатыр. Ол менің ақшам емес. Сіздер банкпен хабарласып, анық-қанығын біліп алмайсыздар ма? Мен оларға хабарластым. Менің есеп шотыма қайдан ақша түскенін біліп бер дедім. Сіздің есеп шотыңызға түскен ақшаның Финляндияда орналасқанын біз анықтадық. Менде ондай хабар жоқ. Бірақ менің білуімше, есеп шотты қай елден болса да ашуға болады. Ол бірақ дәлел емес қой. Мырзалар, бұл қойылымды қашан көре береміз. Бәрі айдан адам емес. Тек құрметті проректор ғана қасарысып отыр. Мүмкін сіздер оны қолдап, мен алдап отырған шығарсыздар. Нартай, маған тауар дей олымыз ақшаны берші, мен Моңғолмен есептесуім керек. Иә, жігітім, басың бәлеге қалған екен. Олар қауіпті адамдар. Сені бала сияқты еркелетіп отырмайды. Бәрін түсіндім, тек тауарды қайтаршы. Моңғол көп сөйлемейді. Айналаға апарып тастайды, сонымен бітті. Ай, бала. Мен сені аяп отырмын. Зерек жігіт едің ба? Саған не керек өзі? Әлде мен кешірім сұрағымды қалайсың ба? Сен не? Өзіңді мақтым деп ойлайсың ба? Бизнеске өзің ие болып қалғың келді ме? Ие болса несі бар? Біраз жағдайым жасағым келді. Не өмір бақи өйстіп есірткі тасып жүреді ғой? Ересектерше қозғалғың келді ме? Ал ойна. Мықты болсаң мәселеңді өзің шешіп көр. Сен де мұныңды шүйре берме. Керек болса, ана шабармандармен бірге барлығын ұстап бере салам. Бір рет солай істеп ма? Ол қалай болғанын ұмытып қалдың ба? Ештеңе етпей, екінші рет істеймін. Ал бұл жолы мен соңына дейін барым. Нартай, мен қайта берсем қайтады? Отыр!
дейсің бе? Жеке, сіз ондай асығыс шешім қабылдамаңыз. Анықтауға уәде бермедіңіздер. Менің компаниямды неге тендерден алып тастағанын айтпадыңыздар. Мен осы ойландырады. Біз оны әлі тексереміз. Тексеріңіз. Арамыздағы неше жылдан бері келе жатқан достығымыз бір-ақ сәттен үзіледі деп мен ойламап едім. Тауарды уақытысында мерзімінде жеткізбеген күнім болып па еді? Солай мырзалар. Ал құрметті проректорға елдің орнына құрал жабдықтар жеткізетін компаниядан бір қап ақша жіберіпті. Бұл сіздерді ойландырмай ма? Мен ойлантады. Ал серіктестікке деген арамдегіді жуып шайып оңай шаруа емес. Шәке, қорытынды жасауға асықпаңыз. Менің қорытынды мынандай. Ақыр қолдарыңыздан ештеңе келмейді екен. Онда тек прокуратураға ғана емес, бүкіл ақпарат құралдарын назарына аударуға бар күшімді саламын. Сау болыңыздар, мырзалар. Сонымен мені ұстап берем дедің бе? Кімге, полицияға ма? Оларға не деп айтасың? Менің өтінішіммен есірткі саттым дейсің бе? Бар айт. Енді не істе дейсің? Қаласаң ақша сенде қала берсін. Бірақ моңғолдың тауарларын қайтаршы маған, а? Мен саған сенбеймін. Нартай, болмаса енді анау тауар алған адамдармен таныстырайын. Сөйтіп саған жаңа тұтынушылар тауып берем. Басқа не керек енді, а? Мен сенен көп нәрсе сұрамаймын. Мені кешірім сұрасаң болды. Енді сенен 1000 рет кешірім сұраған жоқ. Кешірім сұраған сол ма? Мен саған қоңырау шалғанда сен тұтқанын көтермедің. Менің бұрынғы бәсекелестермен жұмыс істедім. Мен соның бәрін көре біле тұра, сен кешірдім. Нартай, кешір, мен артық кеткен шығармын, бірақ шын айтам, моңғолдың сенің бәсекелесің екенін білгенмін. Сен жақсылықты түсінбейтін оңбағансың. Не істеймін, Нартай, мен, а? Мүмкін бір ай тегін жұмыс істейін, тек анау моңғолдың тауарын қайтаршы маған. Үстінен болмаса 20% беріп отырайын. Мен білмеймін басқа не істейтінді. Нартай. Сонымен менің сөзімді екетпеймін дедің ғой, Ештеңе болмайды. Сен ше, профессордың қызымен кездесіп жүрсің бе? Не айтып отырсың? Ешкіммен кездесіп жүрген жоқ. Неге? Өте жақсы қыз. Сымбатты, мен оны бардан көргем. Көргенге тамсанып күрсініп жүрген дұрыс емес деп ойлаймын. Сендер өмірінде бірге болмайсыңдар. Ешкімге тамсанып күрсінгенім жоқ. Қойшы енді. Бізде шақырайын деп отырғанбыз. Компьютерді қайта тырып қойын. Ағай. Мынаусы нес? Мен бір жеті бойы оған смс хабарлама жазып жүрмін. Ол маған не жауап қатпайды, немесе мынандай мәнсіз смайликтер жібереді маған. Бір ай бойы өзі соңымнан не секілді жүгіріп жүреді. Енді өзінше қол тимейтін адам болып қапты, менен қашқалақтап. Сен немене өліп қалдың ба? Әлде тіліңді жұтып қойдың ба? Саған біреу келді ма? Маған сержанның анасы келді. Арамыздағы келісім шарт бітті. Енді баламмен қарым-қатынасымды үз дейді. Мен не істеймін? Мен сержанды сүйем ғой. Біріншіден олай уайымдама, екіншіден кім ол соншалықты? Түсінесің бе? Ол менің жетім екенімді, жатақханада тұратын біледі. Бәрін сержанға айтып берем деп айтты. Жай әншейін айта салған шығар. Сені қорқытып тексеру үшін. Тексеретін түгі жоқ. Тіпті Алматыдан кетуіме ақша берді. Рас па? Қанша? Көрсетші. Сен есің дұрыс па? Мен ақшаны алған жоқпын. Түсінікті. Сен шынымен де оны соншалықты жақсы көресің бе? Жарайды. Мен не істеу керек екенін білем. Мен қазір айғайлайын. Не үшін келгенімізді, және есірткіге ақшаны қайдан табатынды көршілерің білсін. Компьютерді қайда тықтың? Айт.
Қыздар, қойшы. Мен полиция шақырамын. Алло, полиция? Жақсы енді. Жақсы болды. Полицияның қажеті жоқ. Қайда тыққаныңды айтсаң, полицияға хабарласпаймыз. Болшы айтшы. Мынау бізді мазақтап тұр ғой. Қайдағы компьютер? Кәдімгі. Сен өткен түні компьютердің көк тұтанып кеттің. Сол кезде сені түсіріп алды. Ақымақ, сен байқамадың оны да. Компьютерді қайда тықтың? Ештеңе білмеймін. Компьютерді қайда тықтың? Жарайды. Айтамын. Айтсайшы еді бұл. Маған біраз бой сергіту қажет болды. Ал мына жақын жерде алыпсатар біреу бар. Қайдағы алыпсатар? Есім білмеймін. Жас. Бұл жерге жақында ғана келген. Әлі компьютерлер сатпаған сақты, әлі үйінде тұр. Сендер домофонға звондаған ма? Иә, өздеріңде бәрін біледі екенсіңдер ғой. Нешінші пәтер? Немене ұстап жүрсіңдер? Нешінші пәтер? 10-шы. 2-ші қабаттан 10-ға қарай қызыл қоңыр есік. Ой. Едіге Саттаровқа берілген анықтама. Асырап алу туралы өтініш. Сен неғып әкеңнің қағаздарын ақтарып жатырсың, қызым? Жоқ, мен ақтарып жатқан жоқпын. Кабинетке апара жатқам, шашып алдым. Онда не бар өзі? Есеп қисаптар, жобалар. Жарайды. Тиіспе. Әкең өз ретте болады, әйтпесе шатастырып жібересің. Жоқ, тиіспе жатқан жоқпын. Әкең өз реттейді деймін. Маған одан да ас үйде көмектесші, жүре ғой. Иә, қазір мыналар жинай салайын, келем. Иә, тез кел. Мә, хабарлас. Жазира Сәбитқызына ма? Қайдағы Жазира, сержанға хабарлас деймін. Тезірек әрекет ету керек. Жоқ. Мен деп айтам оған. Мен жеттіммін, бай отбасына келін болғым келді деп айтам ба? Соңғы сөзің артық әрине. Мен оның саған қандай көзбен қарағанын көрдім ғой. Ол саған ессіз ғашық. Кешірет сені, қайда барады дейсің? Сен оны нашар біледі екенсің. Әкесі анасын алдаған кезде ол тіпті әкесімен сөйлеспей қойды. Анасының мен туралы не айтқанын да білмеймін. Ата-ананы ешкім таңдап ала алмайды ғой. Ал сені ол шынымен де жақсы көреді. Ана ел сөйлесіп қоймай тұрғанда хабарлас. Көркем. Жауап бермейді. Бұл жақсы емес әрине. Болды ма? Енді полицияға хабарласатын уақыт келген шығар. Жоқ. Әлгі алыпсатардың кім екенін біліп қайтайық, бәлкім өзіміздің күшіміз жетіп қалар. Аңсар, тыңдашы мені. Қаһарман сымақ болып жүргеніміз жақсылыққа келмейді. Қандай былыққа кіргелі отырғанын сен өзің түсініп тұрсың ба? Олар есірткі сатушылар. Оларда тіпті тапанша болуы мүмкін. Өзіміздің шамамыз жетпейді. Полицияға хабарлас. Мә? Әзірге? Өтінемін, үйге кел, бұл маңызды.